Сәлем қыздар, бүгін сіздермен ең оңай жасалынатын красный бархат печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Красный бархат печеньесіне керекті заттардың граммын описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен комнатный температурадағы сары майды миксерге салып, оның үстіне бірнеше бөліктерге бөліп, жаймендеп қант салып, миксерлейтін боламыз. Бірінші жай көлемде, кейіннен қатты көлемге қойып, 3-4 минут көлемінде миксерлейміз. Кейіннен жұмыртқаны салып, оны да миксерлеп аламыз. Түсіне қарай красный бархат цветін шығару үшін топ декордың красный түсін пайдаланатын боламыз. Граммына байланысты болады. Одан кейін бізде сухой заттар, яғни ұн, какао, разрыхлитель пайдаланамыз. Оны кішкене өз алдына бөлек араластырып алуымыз қажет. Бірнеше бөліктерге бөліп, оны да салатын боламыз. Міне қыздар, осындай анық шыққан қызыл түсті болуы қажет. Дайындалған печеньенің массасы қатты өз формасын ұстайтын болу керек. Кейіннен 20 минут көлемінде морозилькаге салып, морозилькадан шығарып, осындай шариктер жасайтын боламыз. Шарик болған тестамызды сахарный пудра, яғни қант ұнтағына салып алып, міне осындай бетін қант ұнтағы болу қажет. Дайын болған тестамызды алдын ала қыздырылған 180 градуста 20-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне осындай қыздар әдемі, өз формасын ұстайтын әдемі печенье шығады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.